видеодан қайтадан дұрыстап көрсете салайын. Өткен видеода тез бітіп қалды ғой. Видео мінекей бір, келесісіне екіншісін тоқимыз, мінекей 2. Әр жағында сосын тағы да мінекей бір петля тұратын болса тоқу керек болғанда жеке тоқып кетесіз. Себебі бұларды қалдырып кетсеңіз тартылып қалады мына жеріңіз. Сол жер тартылып қалмас үшін тоқимыз. Енді қараңыздар, мына жердегі емес, мына жақта сәл басқаша болады тоқылғаны. Өйткені бұл жағында жабылғанда басқаша жабылған. Бірінші қатар ғой, бірінші қатарда басқаша. Сондықтан мен қазір көрсетем қалай тоқылатынын. Мына жерде бізде мына екі петля тоқитын жерден қайырып алуымыз керек болып тұр. Біреуін тоқисыздар, одан кейін бір воздушный петляны тоқисыздар және екіншісін тоқисыздар. Мына жерден бұл қайырылатын, тартып өздеріңізге белгілеп қойыңыздар. Енді әрі қарай тоқуды бастаймыз. Бұлай ашып қарасаңыздар, мінекей үлкен дырка тұрды, сол үлкен дыркаға сала беріңіздер, тесіктерге. Себебі мыналарға салсаңыз, әрі қарай тағы да бүйтіп созылып шығып кетіп тұрады да, дұрыс әдемі көрінбей қалады. Ал мынау кішкене тесіктер ертең сумкамызды тағы да бір өтектің парына басып алған кезінде шамалы жабылады уже. Тіккеннен кейін де жабылып кетеді, әрі қарай ішіне астартты кесістер сол кезде жабылып кетеді. Әрі қарай мына қалай тоқыдық, тура солай мінекей мына петляларға тоқи береміз. Үлкен тесік шықса, оған тоқи беріңіздер. Үлкен тесіктің өзіне. Үлкен тесік тұр ғой, астынан ала салыңыздар да, осылай тоқи беріңіздер. Осылай қатардың соңына дейін тоқыңыздар. Қыздар, мінекей мынандай тартылып қалатын болса, тартып аласыздар да, кішкене өтекпен бейт баспайсыздар, өтектің парын тек буын шығарып аласыздар, бейт тартып тұрып, мына жағынан басып қойып, мына жағынан басып, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар, абайлаңыздар. Осылай тартып қойып, мына жерден бір басып жіберіңіз. Одан кейін өзі жеке кете береді артқа қарай. Өтекпен басқан кезінде келеді өз қалпына. Осылайша қыздар, толықтай тоқисыздар. Мына жерде айтқандай мынаны осы жерден бөліп аласыздар. Бұл жерде енді мынадай үлкенге емес, кішкентай өзінің тесігі бар, соған істейсіздер да. Мына жерге дейін тоқыңыздар. Одан кейін мен әрі қарай қалай жалғастыратынын келесі видеоларда көрсетемін.